Сәлем достар, баршаларыңызға бүгін сіздерге қожелі деп аталатын мантының рецептісін ұсынғым келеді. Ең бірінші қамырынан бастаймыз. Ол үшін суға тұз қосатын боламыз, бір жұмыртқаны қосамыз және бір ас қасық сұйық май қосамыз. Және барлығын жақсылап араластырамыз. Енді ұнымызды сеткадан өткізетін боламыз. Бұл мантының біздің жасап жүрген мантыдан айырмашылығы, қамыры өте жұқа болады, яғни қамырында болады айырмашылық, және сонымен қатар бетіне жағатын соусында болады. Дәл соларды қазір мен сіздерге видеода көрсететін боламын. Енді жақсылап араластыратын боламыз. Бізде өте жұмсақ, әрі қолға жабыспайтын қамыр шығады. Енді қамырымызды бөлек жерге бетін жауып қойып қоямыз. Енді салмасын жасайтын боламыз. Салмасына әдеттегідей тартылған етті қосамыз және құйрық май қосамыз. Құйрық май мен кішкене мөлшерде ғана қостым. Өте жақсы дәм береді. Оның үстіне майдалап туралған пиязымызды қосамыз. Дәміне қарай тұз қосамыз және қара бұрышты қосып жақсылап араластырамыз. Біздің салмамыз дайын деп айтсам болады. Енді қамырымызды жаятын боламыз. Қамырымызды екіге бөліп аламыз. Мен қазір бір бөлігін жаятын боламын. Қамыр бізде біркелкі, әрі қолға ұстаған кезде өте ыңғайлы болады. Оның бетіне сеуіп, домалақ қамыр жаятын боламыз. Достар, егер сіздерде қамырларыңызды жайған кезде ортасы жұқа болып, шеттері қалың болып кеткен жағдайда дәл осылай жасасаңыздар болады. Сонда шеткі бөліктері де жұқа болады. Бұл мантыдағы ерекшелік қамырында, яғни жұқа қылып жаятын боламыз қамырды. Қамырды жайған кезде әрдайым ұн сеуіп отырыңыздар қамырға. Және сонымен қатар сіздерге қазір қамырдың екінші жолын көрсететін боламын. Шеткі бөліктері қалың болып кеткен жағдайда қалай жұқартамыз. Дәл осы видеодағы қайталасаңыздар, сіздерде де дәл осындай жұқа қамыр шығады. Міне достар, бізде қамырымыз осындай жұқалықта болу керек, яғни астыңғы бөлігі көрінетіндей. Енді осы қамырларымызды қазір 4 бұрышты формада кесіп алатын боламыз. Және әрбір бөлігін 4 бұрышты формада кесіп алатын боламыз. Шамамен осындай үлкен көлемде кесеміз. Бұл қожелі мантысында осылай үлкен қылып кеседі. Біздің кесіп алған әрбір 4 бұрышты формаға салмасын салатын боламыз, алдын ала дайындап алған. Салмасын салған кезде дәл осылай бір ас қасықтан салсаңыздар болады, және үстінен басып
Мантыны түйген кезде қарапайым өзіміздің мантыны түйгендей түйе берулеріңізге болады. Осы кезде алдын ала мантоваркаларыңыздың астыңғы бөлігіне су құйып, суларыңызды қыздырып қойсаңыздар болады. Яғни ыстық болып тұрған кезде біз қазір мантыны буға пісіретін боламыз. Мантоварканың бір жапырағын алып, қазір астыңғы бөлігіне сұйық майды кисточканың көмегімен шағып шығатын боламын. Мантыларымыздың да беткі бөлігіне сұйық майымды жағып шығатын боламын. Біздің суымыз да қайнады. Енді осы судың үстіне біздің дайындап алған мантыларымызды қойып шығамыз. Шамамен 40-45 минуттай пісіреміз. Енді мантымыз піскенше соусын дайындап қойсақ болады. Ол үшін осы сұйық майға үйде паприка немесе қызыл бұрышты қоссаңыздар болады. Екеуін жақсылап араластырамыз. Піскен мантылардың беткі бетіне яғни жағып шығатын боламыз. Достар, бізде мантыларымыз дайын болды. Өте дәмді әрі тойымды. Сіздерге рецепт ұнады деген ойдамын. Ұнаса комментарий қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Арайлым.